Артсинема представляет. Сыйлап өмір жарығын балапаныңдай бауладың, сәбиіңе арнадың өміріңнің барлығын. Тербетейін жырыммен, қуантайын гүліммен. Аман болшы мәңгілік анашым туған күніңмен. Ақ түсіп тау шашыңа, өмір заңы осы ма? Жас қосылып жасыңа, жүрші мәңгі жанымда, балаларың қасында. Айналайын ағанам, құшағың кең аспаннан. Алдыңда таулар аласа, биікпін деп мақтанған. Алақаның ақ мамық, өзіңмен әлем жап-жарық. Анашым жүрсең жанымда, бақытты болам бақтарып. Ақ түсіп тау шашыңа, өмір заңы осы ма? Жас қосылып жасыңа, жүрші мәңгі жанымда. Ақ түсіп тау шашыңа, өмір заңы осы ма? Жас қосылып жасыңа, жүрші мәңгі жанымда, балаларың қасында. Қанаттағы 3-5 дастархан жалпы барлық құда-құдағайлар келіңіздер. Ел сыйлаған ауылымызға құда-құдағайдан төрге өте берейік. Бірге ауыл үлкендері және үлкен құда-құдағайлар жастан қарай бері қарай 3-тен 5-ге тағы ауылымыздың барлық ел сыйлаған құда-құдағайлар төрге өте берейік. Екінші дастарханға ата-ананың құрдастары және коллегалары. Құмайдолла әкеміздің, Амина анамыздың қатарлы құрдастары, ата-ананың құрдастары және коллегалары екінші дастарханға төрлете берейік. Төрткен ағаштар, Амина апамның төркіні нағаш жұрт, төртке төрлете берейік. 60 дастархан көршілері, әулеттің көршілері көз көрген 60 дастарханға жайғасайық. 7-8-ге жиен бөлелер, жиендер бөлелер 7-8 дастарханға жайғасайық. Сонда түрде 10 дастарханға ауылдың аға жеңгелері, Құмайдолла ағаның әне келіндері ауылдың аға жеңгелері 10 дастарханға өте берейік. 6-ға көршілер. Ал бәрекелді, қош келдіңіздер. Төрсіздердікі төрлетейік. Құда-құдағайлар, үлкендерін бірінші дастарханға шақырады. Жасы үлкен құда-құдағайлар бар ма? Бірге қарай. Сосын 3-5-ге жайғаса берейік бері қарай құда-құдағайлар. Ауылдың үлкен құда-құдағайлар бар ма? Жасы үлкен құда-құдағайлар келе беріңіздер бірінші дастарханға. Осыған қарай, жасына қарай 3-5 дастарханға құда-құдағайлар төрлете берейік.
Ал ағайындар аталған жерге жайғасайық, төрлете берейік. Барлығымызды тойды сарқанда төрлетейік, аталған жерге жайғасайық, қош келдіңіздер. Тойдың төрлет табылайық, төрлетіңіздер, өтіңіздер, жайғасыңыздар. Ал енді бүгін ауылымызда Ақтүйенің қарны жағылған күн, ендеше мынау пайғамбарымызға келіп жатырған жұмақтың төрі ананың табанының астында десе, бүгінде мынау балдары әулеттің өздерінің мынау жүректерін алдарыңызға дастархан қылып жайып, ендеше Әмина анамыздың 60 жас тойына шақырып отырған жайы бар. Енді мынау қош келдіңіздер деп ардақты ағайын тойдың иесін ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Көңілдерің септелсін, айтылатын сөздерің ептелсін. Ендеше қадірмен ағайын тойдың иесі Әмина апам әулетіменен ортаға дөп келсін. Қарсы алайық ағайындар. Әлемді көргеніміз, көріскеніміз, әлемді апаменен көрісіп амандасып жатырсақ, төрде көрдіңізге жайғаса берейік. Бірінші дастарханға бірге, тойдың иесімен бірге, не болмаса құрдастармен бірге, апамда құрдастармен бірге отырсайық. Қалаған жерімізге жайғасайық. Ассалаумағалейкум ардақтары, қадірменді бер жауын қонақтары, алдарымыздан бұйырған дәрмен алып арқаны кеңге салып отырайық. Кеше өткен 40 жасы қашан, 50, ершақ 60 пайғамбар жасы баршағын дейді. Енді бүгінгі мына осы анамыздың 60 жас мерейтойы құтты болсын. Бүгінде осындай Құбайдолла әкеміздің әулетінде Әмина анамыздың 60 жасы деп жатыр. Қала-шағалары. Мынау енді шүкір баршылық барлығы жетеді. Тек Құбайдолла әкеміздің жоқтығы болмаса, тойымыздың ешқандай кемі жоқ. Құбайдолла әкемізді айтып отырған себебі, бүгін мынау 10 февраль Құбайдолла әкеміздің туған күні екен. Мынау ендеше сәтін салып, бүгін осындай үлкен тойдың үстінде той болып жатыр. Әлені өлі жөнбей тірі байымайды дейді ғой. Бір еске алып кетуге болады. Сондықтан енді мынау орыстан ұқса орнымыздан тұрып еске алмай, аруақ риза болсын деп тірі болғанда әкеміз 64 жасқа келеді екен. Рұқсат болса, рухына бағыштап, мен бір үлкен бір ағамызға берейін.
рухына бағыштап бір аят оқып жіберсе дейміз ағайындар. Кімге берейін? Құдаларға берейін бе? Әжіліктен ағаларға берейін бе? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله لا إله إلا الله سيدنا قربان Ubaydullohning atmaya g'aybasi iymonni bo'lg'ay Alloh taoloning jallohay berbatgan günahlarımızın alıp şahsı tuttu bo'lg'ay o'ng bo'lg'ay артында қалған балдар ұрпақтары тек жақсы қызықты көре берсін немерені сүйе берсін Алла тағала тек алдынан жарқырап күндер туа берсін Аллаху Акбар. Бәрекелді ағайындар. Әлемді мынау алдарымызда тағамдан алып отырайық. Астанада отырайық. Бүгін дегенде мынау осы апамыздың 60 жасына келіп, жан ана сақтасын Құдай тәмәмді күнден. Тәмәмді күндер алармын бағамдығымнен, немере шөберегінің бақыт үшін әрқашан қуанта берші амандығым менен. Ұрпағым өсіп өнген ұлысты болсын, несібе ырысты болсын. 60 жас пайғамбарлардың ғұмыры ғой қасиетті ұрпақтарына жұғысты болсын. Тілегін ұл-қыздарының қабыл етсін, шырағын жұлдыздарының жағы өтсін. Әрбір талай тойымда ардарын сөйлем, сыйға тартылса арғымақ жабарымыз келем. 65 ғасырдың құрдасы болыңыз, өсіп өнген ұлағатты ұрпақтарыңыз берен деп. Ендеше мынау бүгінгі осы Әмин апамның жасы құтты болсын деп, бір құтты болсын айтып, қошеметтеп қояйық ағайындар. Бәрекелді, әлемді мынау қыстың көзі қырауда болса да, алыстан келіп атырған ағайындар бар екен, ертеше кей алмай қалып атқандар да бар екен. Әлемді қуаныш құтты болсын, қадірменді ағайын, үлкеннің батасы қабыл, жастың тілегі қабыл деп, тойымызда ауылымыздың үлкендері отыр. Апа деген сөздің өзі үш әріптен тұрады, аса парасатты адам. Рахила апа бастаған, Уакида бастаған ауылымыздың үлкендері, сонымен қатар Хамидолла, Күләш аға жеңгеміз, Изат Зура, Ғарифолла Зүлфия, Эльвира, Ғалымжан аға жолдасыменен осындай ауылымыздың бір топ үлкендері көпшіліктің назарына, асаманың алаңына шақыруға рұқсат етіңіздер ағайындар. Құтты болсын Беріш ауылы. Той-тойға аласа берсін, тілектің басы өздеріңізден болсын деп жатырмыз. Келіңіздер. Енді құрметті Ешағауын ұзынына әлеміздің ауырымның әр туған күні, еліні өзінің туған күні қош келіп атсыңдар. Мына келген рейшініміз құтты болсын. Әр келатырған алдымыздағы ауырымыз өзінің жақсылығыменен келсін, қуанышыменен келсін. Құрметті Тойшығауын. Енді әрине әлемнің бір әнмей кеткені әрине жаныма менің батады. Бірақ та орны бар оңалар деген ұрпақтың артында. Ал әмине саған айтарым, туған күнің құтты болсын, Алланың берген жасын жасай бер. Ал бауырларым, Әмин аға менің көңілім әрине толық қуаныштымын. Балалардың менен өлерінің өліп қап деген жоқ, менен айырған жоқ. Күні бүгінгі жиын өзімнің қанатымның астында. Бірде біреуі қатты сөз айтып, әлде болмаса тілімді қалмаған болған жоқ. Өте қуаныштымын, бақытты болыңдар. Осы мына аналарыңа, әкелеріңе, оның жолдастарына, құдалайларына көрсетіп жатқан қызым. Алладан қайт, көп-көп рахмет шығар. Алдарыңда тек қана қуаныш болсын, Алланың назарында болыңдар, қабаттың назарында болыңдар. Тақша ұстап өсе беріңдер. Тойшығауын қош келіп атсыңдар бар ғой. Өтен ешкім жоқ осы жерде бәрі де көрші көлемі
ағайын тумасы болса, қай уақытта тек осы тойда кездесейік, той болсын. Ала мені жаным тек алғанын берген жасын жасай бер. Мен саған қатты ризамын, Құдайымнан қолыма түстің. Бүгінгі міне жаққа жетіп отырдым. Ағайын тумасына да келгеніне да. Анаға айтқанын бала тыңдайды, менен бауырымнан айырған жоқсың, күні бүгінге шейін. Менің айтқаным менен, менің құтқаным менен жүріп береді. Алла деп сол жақынымды қалдым. Денсаулығы ешкім жоқ. Біреуі баланың көзін болса, біреуі баланың аяғы болып, қолы болып. Осы немерелерінің де қуанышыменен бақытына көремін. Тұра бер. Қош келдіңдер тағы тойшыға. Olsun tamamen Aslan şahane, sağ olsun. Allah'ın sırrı yarım günde koy bulamıyorsun. Hoş gelmesin. Құрметті қойшы қауым, құда-құдағайлар, алыстан жақыннан келіп жатқан ағайын тума, бұл жерде отырған бөтен адам жоқ, бәрі де ағайын тума, бауырлар. Ал енді жеңеше, асыл жеңешеміз, 230-ың құтты болсын, денсаулығың мықты болсын. Балаларыңның үлпілдетіп ағылған балаларыңның қызығын көруге Алла тағала жатсын, қызығын көріп те жатырсың, жағынан болғай. Ал осы отырған тойшы қауым, келген жылымыз ит жылы құтты болсын. Жегендерім қой, тойлағандарым той болсын. Ал енді қайынлерім, келіндерім, қайын сіңлілерім, көп-көп рахмет. Мамаларымды өстіп, үлпілдетіп, тойын жасағансыңыз. Деніміз сау болсын, еліміз тыныш болсын. Көп-көп рахмет бәріңізге. Жеңеше, мұнда келіп мұрттайшы. Сол үшін алып қойыңыздар. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Жеңеше, Амина туған құтты болсын. Бала-шағаңыздың көр. Денің сау болсын. Немерелеріңіздің көр. Барлықтарының үйлерінде той болсын. Алдына жандар, саттар, балдар жасап жатыр қойға. Аман болсын, сау болсын балдар. Бәріңізді денсаулық тілеймін, аман болыңдар. Қош келдіңіз. Қайын келіндер, қайын сіңлілер, осылай жасап жатқан тойларың құтты болсын. Мамаларың денсаулығы зор болсын. Осылай сіздерді қуаныштан көре берсін. Жеңеше туған күні құтты болсын, денің сау болсын. Осылай қыз ақ дастарханда өстіп күліп отыра бер. Бүгін соламыз, сол жеңгеңіздің тойынан естелік болсын, келіңіздер. Жеңгемнің 60 жас деп билегісі келіп тұрған қайнылары бар, көріп тұрмын. Ендеше нағыз бидің көкесі ортасында болады. Сондықтан енді мынау ақ тілектің айтып жатырған, ауылдың үлкендері болып ақ тілегін білдіріп жатырған. Беріш ауылының шоқтығымен азаматтары, сүбелі әңгімелеріңізге, түбіртіліктеріңізге үлкен рахмет. Ал енді қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Бір осындай үлкендердің құрметіне арнап, жаңа ақтектің атын бір әндетіп, сәндетіп қояйық қадірменді ағайындар. Қазақтың қара домбырасымен бір ән салайық. Осы жерде мына жыр терме саласында алдымызда жүрген Ұзақбай деген ағам отыр. Ендеше Ұзақбай бақа кішкене шайланып аласыз ба? Әлде ортаға шыға бересіз ба? Бәрекелді. Ендеше қадірменді ағайындар, әрі осы ағам келіп жатыр екен, келіңіз. Ағасы бардың, шағасы бар, інісі бардың, тынысы бар деген бір әдемі. 60 жас құтты болғай, Алла тағала келген халықтың елдің көршіліктің тілектерін Алла қабыл етпей, біз енді мына жыр шығып шақырып жатыр. Осы мына Асима дейтін осы бір қызы бізбен көрші, осы апамыздың. Сосын мына Асқар дейтін еліміз алып келіп жатыр. Оң болсын, қабыл болғай, той болғасын. Жырда болады, әнде болады, мен қазақпыз ғой.
toybastlarından başlayıp Körfez Mağabetliğinin şalkın toybastları soğuk kabul almalay.